Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Оқу бөлімі көшпелілер мәдениеті 4-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көшпелілер жауынгер халық 2-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау, ресми стильдің тілдік ерекшеліктер мен талаптарын дұрыс қолдана отырып хат жазу. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері: мәтінді түсінеді, нақты ақпаратты табады, сақ көсемнің атынан сыныптастарына хат жазады. Енді балалар, сөздік дәптерлерімізді ашып, бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздерді жазып алайық. Одақ, союз. Көсем, вождь. Қоғам, общество. Абыздар, жрецы. Қару-жарағы, вооружение. Данышпан, гений. Қамалы, крепость. Жориды, предположил. Тарту, подарок. Ал кәнеки балалар, осы сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге көшіріп алсаңыздар, келесі тапсырмаға көшеміз. Ол үшін сіздер 80-ші беттегі 4-ші тапсырманы ашамыз, мәтінмен жұмыс жасаймыз, мәтінді мұғаліммен бірге оқимыз. Жетістік критерий: мәтінді түсінеді, дескрипторлар: мәтінді тыңдайды, оқиды, сөздікке жазған жаңа сөздерді пайдаланады, мәтінді түсінеді. Ал енді балалар, мәтінді бәріміз бірге оқиық. Сақтар мемлекетінде жауынгерлердің, әсіресе қолбасшылар мен батырлардың орны жоғары болды. Одақты сақ көсемдердің кеңесі сайлаған патшалар биледі. Тайпа көсемдерін тайпа мүшелері сайлады. Сақ қоғамы 3-ке бөлінді: әскерлер, абыздар, ру мүшелері, егіншілер, малшылар, қолөнершілер және тағы басқалары. Патша мен әскер көсемдерін тек қана әскер тобынан сайлады. Адамзат дамуының бұл кезеңін әскери демократия дейді. Сақ жауынгерінің қару-жарағы мен сауыт-сайманы түгел болған. Еуропада мұндай қарулар орта ғасырларда ғана болған. Геродот біз білетін халықтардың барлығынан да скиф халқы данышпан. Өздері разылық етпесе, олардың еліне басып кірген ешбір жау сақтарды жаулап ала алмайды. Олардан қашып та құтыла алмайды. Өйткені скифтердің қаласы да, қамалы да жоқ. Баспанасын өздерімен ала жүреді. Барлығы аттылы, садақ атқыштар. Олар жеңімпаз. Ешкім жеңе алмайтын болмағанда қайтеді? Скифтер өздерін де, аттарын да сауытпен қорғаған, деп жазған. Мына бір қызықты деректі қараңызшы. Скифтер соғыста парсыларды әбден шаршатқаннан кейін Идан Дариге тарту ретінде құс, тышқан, құрбақа мен садақтың оғын жібереді. Бұл тартудың шешуін Дарий
құс ауаны, тышқан жерді, құрбақа суды мекендейді ғой. Скифтер маған үшеуінің билігін берген екен. Садақтың оғы скиф ерлігінің белгісі, оны сыйлағаны маған бас игені деп өзі үшін жақсылыққа жориды. Бірақ Дарийдің уәзірлерінің бірі Гобрий бұл жұмбақ тартудың мағынасын сендер, парсылар, құс болып аспанға ұшып, тышқан болып жерге кіріп, құрбақа болып теңізге түсіп кетпесеңдер, біздің садағымыздың оғынан құтыла алмайсыңдар дегені болар, деп басқаша шешеді. Көп ұзамай жұмбақ тартудың мағынасы шынында да осындай болғанына көзі жеткен Дарий патша бұл жерден аман кетуді ойлау керек екен деп скиф жерінен көшіп кетеді екен. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмада біздер мәтін бойынша берілген ақпаратты сәйкестендіреміз. Жетістік критерийі нақты ақпаратты табады, дескрипторлары бірінші баған мен екінші бағандағы ақпараттарды сәйкестендіреді, дұрыс сөйлем құрастырады. Ол үшін балалар, сіздер мына берілген кестедегі сөйлемдерді сәйкестендіру керексіздер. Бірінші бағанда сөйлемдердің басы, екінші бағанда сөйлемдердің соңы берілген. Сіздер мәтінге сүйене отырып, мағынасы жағынан сәйкесетін сөйлем бөліктерін біріктіріп, мұғалімдерінің мессенджеріндегі чатына айтылым ретінде жібересіздер. Ал кәне ойланайық, уақыт кетті. Енді балалар, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырманы орындау үшін сіздер 82-ші бетті ашып, 13-ші тапсырмаға қараңыздар. Бұл тапсырма жазылым және оқылым тапсырмасы, синектика. Өткен сабақтардағы мәліметтерге сүйене отырып, сақ жауынгерінің атынан сыныптастарыңызға хат жазасыздар. Хатта ерлік, елді қорғау туралы айтылсын. Хатта сілтеу, сұрау есімдіктерін қолдан. Жетістік критерий. Сақ көсемнің атынан сыныптастарына хат жазады. Дескрипторлар оқушылармен сәлемдесу, жағдайын сұрау. Сақтардың ерліктері, елді қорғауы туралы жазу, сұрақ қою, қоштасу, жауап жазуын сұрау, атын жазу, қол қою. Балалар, бәріміз хат жазғанда хаттың осы құрылымын есімізде сақтап, хат құрылымын дұрыс құрастырып жазайық. Осы хатты жазып болғаннан кейін мұғалімдеріңіздің байланыс ақпарат құралына осы хаттарыңызды жіберуіңіз сұралады. Ал енді балалар, кері байланыс жасайық. Ол үшін сөйлемді аяқтау әдісін пайдаланамыз. Сіздер мұғалімге осы сөйлемдерді аяқтап, айтылым тапсырмасы ретінде дауыстық хабарламамен жіберулеріңіз сұралады. Мен үшін қиын болды, мен түсіндім, үйрендім, мені таң қалдырды алдағы уақытта. Осы сөйлемдерді аяқтаңыздар. Балалар, назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.